Шығыс Қазақстан облысы балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ауған соғысының аяқталуына 28 жыл толуына орай ауғанның от жалыны атты еске алу кешін ұйымдастырды. Жиында ауған соғысының ардагерлері өз естеліктерімен бөлісіп, қонақтар тарапынан жолданған сауалдарға жауап берді. 1976 жылдың желтоқсан айында кеңес үкіметінің ұйғарымымен Ауғанстан жеріне кеңес әскерлерін енгізу туралы шешім қабылданды. Ауған жерінде қару асынып, мұң арқалаған сын сағаттарда бірін-бірі бауырдескен жауынгерлер соғыс өртін басуға белсене атсалысты. Сол зұлматтың өткеніне міне биыл 28 жыл толып отыр. Атаулы күнге орай Шығыс Қазақстан облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ауғанның от жалыны атты еске алу кешін ұйымдастырды. Сегодня в стенах нашей библиотеки проходит день открытых дверей. Кітапхана ғимаратында ауған соғысының ардагерлерінің құрметіне орай ашық есік күнін өткізудеміз. Кітапхана ғимаратының барлық бөлімдері мен бөлімшелерінде шаралар ұйымдастырылуда. Оқырмандар үшін кітап көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Оқырмандар қатарында жастары, егде азаматтар да бар. Келем деушілерге есігіміз әрдайым ашық. Жиынға қатысқан ардагерлер қауымы мемлекет танытып отырған назарға алғысын білдіріп, кітапхана ұжымына өз ризашылығын айтты. Был призван в город Усть-Каменогорска. Әскер қатарына Өскемен қаласынан 1986 жылы шақыртылдым. Ұрыс алаңын толық өткеннен соң қызметімді жалғастырдым. Ел игілігі үшін еңбек еттім. Бүгінгі таңда әскери патриоттық тәрбие беруде қала көлеміндегі жастармен жұмыс жасап келемін. Оқу орындарында ұйымдастырылған кездесулерге тұрақты түрде қатысып тұрамын. Кеш барысында ардагерлер қауымына сыйлықтар табысталып, өнерлі жастар өз заманының батырларына концерттік бағдарламаларын ұсынды. Қуаныш Амантайұлы, Ерлан Сарманов, жаңалықтар.